Мемлекеттің заманауи даму сатысындағы маңызды міндеттердің бірі экологиялық жүйелердегі биологиялық әралуандылықты сақтау, бірегей табиғи кешендерін, табиғи қорықтағы қор нысандарын, мәдени және табиғи мұраны сақтау. Бұл міндетті орындауда қорықтар мен кіші қорықтар, ұлттық бақтар мен резерваттарға аса көңіл бөлінеді. Сайрам Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркі 2006 жылы Өгем, Төле би және Түлкібас орман мен хайуанаттар әлемін қорғау мемлекеттік мекемелерін қосу арқылы құрылған. Сайрам Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркын құрудағы басты мақсат біраз бөлігін парк аумағы алып жатқан Батыс Тянь-Шаньның бірегей ландшафтын табиғи түрінде сақтап қалу болды. Парктың ең басты байлығы орман қоры. Жалпы ауданы 149 мың гектардан асатын орманда сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктердің жүздеген түрі өсіп өнуде. Негізгі орман алқабын әртүрлі аршалар құрайды. Ағаш тәріздес арша, Заревшан және Түркістан аршасы оңтүстік Қазақстанның эндемигі болып табылады. Орта Азия халықтары аршаға әртүрлі мәңгі жасыл қылқан жапырақты ағаштарды жатқызады. Жер шарының суық және бірқалыпты болып саналатын солтүстік жарты шарында өсетін 60 түрлі аршаның 21-і Орта Азияда, атап айтсақ орталық Тянь-Шаньның шығыс шатқалынан Капетдагқа дейін және оңтүстік Тәжікстанның қатпарлы тау жүйесінде кездеседі. Аршаның ең ірі сілемі Алтайдың солтүстік бөктерінде Түркістан және Гессар үстіртінде орын тепкен. Бұл жерде арша шоғыры теңіз деңгейінен 2200-3200 метр биіктікте және ондаған миллион гектар жерді алып жатыр. Орта Азия тауларында арша ағаштары дербес өсімдіктер шоғырын құрайды. Бұл жергілікті климаттық жағдайға және топырақ жағдайына байланысты. Арша күй талғамайды. Ол биік жартаста да өсе береді және уақыт өте тамырымен жартастың жарығын кеңейте түседі. Арша ағашының пішіні әртүрлі болып келеді. Кейде жайылып өседі, кейде тіп-тік болып сүмбіл теректей, кейде тіпті алма ағашы тәрізді өседі. Бұл пішіндер аршаға шын мәнінде ерекше кескін береді. Бұл орындар ландшафты биік эстетикалық құндылықтарға ие. Парк аумағында керемет арша ормандары Сайрам су және Өгем өзен алқабында сақталған. Бізде аршаның 3 түрі өседі. Заревшан аршасы, Түркістан аршасы және 3-ші түрі Саураш деп аталады. Жарты шар тәріздес. Осы 3 түр сәйкестендіргіштер орман тұқымдастардың негізін қалаушылар. Орта Азияның күнге күйіп кеткен кеңістігінде Тянь-Шань үстірті ылғалдың ірі конденсаторы бола тұрып, жабайы табиғаттың ғажайып түрленуіне ықпал етеді. Ерекше экологиялық, ғылыми, тарихи, мәдени және рекреациялық құндылығын айқындай түседі. Тянь-Шань ішкі Азияның ең үлкен тау жүйелерінің солтүстігін алып жатыр. Жоңғар жотасы мен Тарбағатай арқылы ол Алтаймен және оңтүстік Сібірдің, Моңғолияның тауларымен байланысып жатыр. Памир, Куньлунь және Қарақорым арқылы ол Тибетпен және Гималаймен байланысады. Памир мен Гиндукуш арқылы Капетдаг пен Иран тау қыратымен байланысып жатыр. Бұл байланыстар Тянь-Шаньның жануарлар мен өсімдік әлемін байытады. Құрамы бойынша да бірегейлендіре түседі. Бұл жерде адамзат өркениетінің ең ежелгі ошағының бірі орын тепкен. Бұл жерден жүздеген жылдар бойы шығыс пен батысты біріктірген ұлы жібек жол өткен. Тянь-Шаньның батысында Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан мен Тәжікстан аумағында мәдениеттің толассыз дамығанын айқындайтын археологиялық және тарихи ескерткіштер кездеседі. Олар палеолит дәуірінен бастап қазіргі кезеңге дейінгі аралықты қамтиды.
Қазақстан аймағында Батыс Тянь-Шань Қырғыз үстіртінің оңтүстігінен басталады. Бұл жерден Талас алатауының тау тіркестері биіктей түседі. Ал Талас алатауының қазақстандық бөлігіне Жабағылы тауы мен Сайрам жотасы жатады. Жабағылы таулары екі таулы үстіртке бөлінеді. Ақсу Жабағылы өзендерінің бассейнін құрайды. Ташкент маңындағы таулар Талас алатауынан оңтүстік батысқа бұрылатын бірнеше тау жоталарынан тұрады. Оларға Сайрамның ең биік нүктеде орналасқан Сайрам шыңы жатады. Қаратау жотасы Батыс Тянь-Шаньның батыс бөлігінде орналасқан. Ол солтүстік батысқа қарай 400 километрге дейін жайылып жатыр. Оның орташа биіктігі 1800 метр. Ең биік нүктесі Мыңжылқы. Ол солтүстік батысқа қарай төмендей береді. Сарысу мен Шу өзендерінің құрғақ аңғарында таулы үстіртке айналады. Ұлттық саябақта Батыс Тянь-Шаньның аймағында ғана өсетін және сирек кездесетін эндемик өсімдіктер әлемі мен жануарлар әлемі қорғалады. Таулы жөкел орманға үйренген Алматы облысының тұрғынына Батыс Тянь-Шаньның мұндай өсімдік әлемі ертегілердегідей таңғажайып көрініс болуы әбден мүмкін. Оңтүстік Қазақстанның жаңғақты жемісті, пістелі және аршалы ормандары Памир алатау түріне жатады. Сібірлік үшін жабайы жеміс ағаштарының көптігі өзін жер ұйықта жүргендей сезімге бөлейтін шығар. Саябақ аумағында 1635 түрлі өсімдіктер өседі. Олардың 62 түрі қызыл кітапқа енген. Мысалға, Зеравшан аршасы, Сиверс алмағашы, Петюников бадамы. Қызғалдақтарға келер болсақ, грек қызғалдағы, Кауфман қызғалдағы. Батыс Тянь-Шаньның қазақстандық бөлігін 59 түрлі сүт қоректілер мекен етеді. Бадам, Өгем, Қасқасу мен Сайрамсу өзендері бассейнін Менсбер суырының мекен ететінін ерекше атап өткен жөн. Ал Қаратау жотасында өте сирек кездесетін Қаратау арқары мекен етеді. Қаратау тау сілеміне жақын жерде Талас жотасының бөктерінде Тянь-Шань арқарының бір түрі мекен етеді. Саябақ қызметкерлерінің айтуынша, Тянь-Шань қойлары Ақсу Жабағылы қорығынан шығып, темір жолдың төсеме үймесі арқылы Қаратау тауларына қарай өтіп кетеді екен. Және будандасу арқылы жаңа түр пайда болуы мүмкін. Здесь у нас встречается снежный барс, который входит в Красную книгу. Бұл жерде қызыл кітапқа енген қар барысы, Тянь-Шань қоңырайы кездеседі. Тағы да басқа жануарлардан жабайы қабан, Сібір елігі және Сібір тау ешкісі кездеседі. Қаратау таулары шөгінді тау жыныстарынан құралған. Одан ертеректе алғашқы мұхиттың дәл осы жерде болғанын байқаймыз. Тіпті жақсылап іздеген жағдайда Қаратау шыңдарынан теңіз организмдерінің қаңқасын, акуланың немесе кірпінің тісін табу қиын емес. Оңтүстік Қазақстанның жабайы табиғатының таңғажайып әлемін өз көзімізбен көру үшін тау шатқалдарының ең биік адам аяғы баспаған шыңына көтерілу керек. Саябақ қызметкерлері жылына 2 рет есеп беру іс-шараларын ұйымдастырып тұрады. Іс-шара барысында жабайы жануарлар тізімге алынады. Озық технологиялар арқасында жануарларды жасырын бақылауға болады. Құрылған тұрақтар автоматты түрде парк мекендеушілерін фотосурет пен видеоға түсіріп отырады. Тіпті фаунаның ең көзге түспейтін өкілінің өзі бақылауда болады. Оңтүстік Қазақстан тауларында жайраның кездесетінін бірі білсе, бірі білмейді. Бұл өзіндік ерекше ірі кеміргіш. Оның арқасы мен бүйірінде 3 сантиметрден 30 сантиметрге дейін қаптаған ине болады. Қауіптенген жағдайда сол өткір инелерін түксейтіп алады. Тез секіріп, жауына инелерін төсейді. Қазақстанда жайра оңтүстік Маңғышлақта, Қаратауда, Талас пен Қырғыз алатауларында, Іле алатауында кездеседі. Ертеректе Алматы маңында да кездескен екен. Жайра өте сирек кездесетін жануар. Сондықтан ол қызыл кітапқа енгізілген. Қазақстан қызыл кітабының тағы бір өкілі жабайы тау қойы. Бұл ең сирек кездесетін жануар. Жер бетінде 200-дей ғана жабайы қойы қалған екен. Қаратау жабайы тау қойы жойылып кету қаупі бар жануарлар қатарында.
Жабайы тау қойының бұл түрі дүниежүзілік табиғатты қорғау ұйымының қызыл тізіміне енгізілген екен. Сонымен қатар асыл тұқымды жабайы тау қойы тек осы Қаратауды мекен етеді. Оның саны қазір шектеулі, бірақ қажетті қорғау жұмыстары жүргізілетін болса, оны сақтап, көбейтуге болады. Теңіз деңгейінен 2200 метр биіктікте жатқан асудан өгем жотасы ерекше болып көрінеді. Жол нұсқаушы сіздерге әсерлі әңгіме айтуды да ұмытпайды. Жоңғар басқыншыларынан қашқан 40 қыз осы шатқалға тығылған деседі. Соңында жау қолынан құтыла алмаған олар 40 тас мүсінге айналған екен. Негізі оңтүстік Қазақстанда тау тасқа жасырылған қазына көп деген аңыз әңгімелер тағы бар. Шыңғыс ханның өзі асыл тастары мен қазынасын осы Қаратауда көмген деседі. Ал тарихшылар мұны бос сөз, ойдан шығарылған әңгіме дейді. Ал Осиповтың алтыны жайында не айтуға болады? Оқиға орнында болған жандардың жазбаларын растайтын біраз тарихи деректер бар. Бірақ алтынның өзі жұмбақ болып қала береді. Өгем жотасындағы Құмсан ауылының тұрғындары Осиповтың қоймасын осы жерлерден іздеу керек деген ойда. Ландшафтың көз тартар әдемі көрінісін түсірілім құралдары арқылы жеткізу мүмкін емес. Зеравшан аршасы, жартышар тәрізді аршалар өскен сай, көз тартар табиғат көрінісі, өте көп алма, мойыл ағаштары, көктерек, қайың орманы. Міне осы керемет көріністер арасында оңтүстік Қазақстан фаунасын жағымсыз мекен етушілерінде кездестіруге болады. Бауыр мен жорғалаушылар арасынан сары бауыр кесіртке, кәдімгі боз жылан, улы сұр жылан, сарбас жылан, геккон кесірткесі кездеседі. Бұл таулардың әміршісі қоңыраю. Қоңыраю түрлерінің ішіндегі бұл түрі өте сирек кездеседі, саны жағынан да өте төмен. Оның терісінің түсі ашық, тырнақтары ұзын болады. Аңның салмағы 200 килограммға дейін жетеді. Кейде одан да үлкен аюлар кездеседі. Тянь-Шань қоңыраюы Памир Алтай тауларында және Тянь-Шань тауларында өмір сүреді. Сонымен қатар Қарақорым, Батыс Гималайда және Оңтүстік Азия тауларында кездеседі. Аюдың басты мекен ететін орындары жемісті бұталар мен аршалы, шыршалы, қалың орманды жерлер. Аюдың өмір сүру ұзақтығы 30 жыл. Таудың ең биігінде тау ешкілер мекендейді. Олар өте сақ, ақылды, күшті және өте епті. Таутеке Азия континентінің тауларын мекен етеді. Текесінің семсер тәрізді көлденең бунақты ұзындығы 1,5 метрдей болатын мүйізі болады. Оның мүйізіндегі бунақтардан жасын анықтауға болады. Ешкісінің мүйізі қысқа болады. Таутеке құз жартастар арасын мекен етеді. Теңіз деңгейінен 5000 метр биіктікке дейін көтеріледі. Топтанып жүреді. Маусым сайын таудың басынан етегіне, етегінен басына дейін ауысып, қоныс аударып отырады. Шөптесін өсімдіктер мен ағаш өркені мен қоректенеді. Су ішіп, қар жалап, шөлін қандырады. Батыс Тянь-Шань тауы жабайы табиғаттың қайталанбас әсем әлемі. Сайрам қызы көрінетін биік қарлы шыңдар, көгілдір биік тау көлдері, оның арасында өгемнің інжу маржаны Мақпал көлі, өзендер мен қайнарлардың мөлдір сулары, ғажайып формалы 40 қыз жартасы, ертегідегідей әдемі грек қызғалдағы және тағы басқалары үнемі ерекшеленіп тұрады. Таулардың биологиялық әралуандылығы бұл баға жетпес байлық. Болашақта осы генетикалық қорды сақтау келер ұрпақтың қолында екені сөзсіз.